сауабы шексіз болған 3 амал бар. Біріншісі не ол? Ораза. Аллах субханаху ва таала айтады, бұл ораза мен үшін, мен оның сауабын беремін дейді. Ол шексіз. Екіншісі сабыр. Аллах айтады, иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб. Сабыр етушілер өздерінің сауаптарын есепсіз алады дейді. Үшіншісі, өзіне қарсы болған адамдар, оған жамандық қылған адамдарға мәмілесі болғанда кешірімді болған адам. Аллах айтады, "Вамен афа ва аслаха фа аджруху алаллах." Кімде-кім кешірсе, сосын кешіруменен жақсы істерді істеп, яғни сондай жағдайда болса, фа аджруху алаллах, оның сауабы Аллахқа дейді. Аллах субханаху ва таала өзі береді оның әжірін. Сол үшін туысқандарға мәміле қылған уақытта, әсіресе көршілерге мәміле қылған уақытта, саған сенен болатын ең жақсы мінез кешірімді болу. Өш алуды әркім істеуі мүмкін. Жоқ дегенде сөзбен, іспенен, amma кешірімді болу, бұл абзал.